не тұтынатынын өзі шешпеген адам ақыры өзі жұтылады. Осы билейтін видеолар мен жыныстық нәрселер сенің ең үлкен күшің назарыңды ұрлап жатыр. Егер сен өз назарыңды қайтара алмасаң, алгоритмнің құлына айналып өміріңнің иесі болмайсың. Байсалды ойлан. Өзіңнен сұра, мен бұдан қандай оң нәрсе алып жатырмын, маған қандай құндылық беріп жатыр, бұған лайық болу үшін не істедім? Өмірімде бір нәрсеге жеттім бе, оған қол жеткіздім бе, еркінмін бе? Жауап егер жоқ болса, онда жалғыз жол жұмыс істей беру және осы қоқыстарға уақыт жоғалтуды тоқтату. Олар сені жай ғана жеп жатыр. Бұған абай бол. Осылай тұруды үйренуді қалайсың ба? Немесе жаттығу жасап, оның нәтижесі айқын болғанын қалайсың ба? Болмаса білімді, ақылды болуды қалайсың ба? Мүмкін жетістікке жетіп бай болуды қалайтын шығарсың. Бұдан бөлек қайғыдан, мұңнан, тез шаршаудан, сергек болмаудан, мазасыздықтан, қызғаныштан, дөрекіліктен, аурушаңдықтан, ойдың шашырауынан, өз-өзіңді меңгере алмаушылықтан, қанағатсыздықтан, бақытсыздықтан, жан дүниеңнің тыныштық таппауынан, өз-өзіңді тани алмаушылықтан құтылып жетістікке тез жетудің жолы жыныстық қуатты басқаруда. Мысалы, дао шеберлері Сиддхартха Гаутама, Патанджали, Шивананда, Лю Дунбин, Чжан Санфен, Кант, Тесла, Брюс Ли, Марк Аврелий, Рене Декарт, айта берсең көп. Осы сияқты тарихта қалған адамдардың бәрі және қазірде жетістікке жетіп жүрген адамдардың бәрі де жыныстық қуаттарын басқарғандар. Сондықтан жыныстық қуатыңды басқар, әйтпесе ол сені басқаратын болады. Кез келген жерде, кез келген уақытта жетістікке жетем десең, үздік болам десең, жыныстық қуатыңды басқар. Дәл осы қуатты басқаруды қолға алсаң, қалған құмарлықтарды басқару оңай болады, өйткені бұл іргетасты дұрыстап қала. Өмірінде күрес болмаған кезде ер адам әлсірейді. Қолында сүйел болмаса, ол дененің қару екенін ұмытады, ал кез келген қару іссіз қалса күңгірттенеді. Ол бір кездері оны қаһарлы еткен қолайсыздықтан қорқа бастайды. Ішкі оты өшеді, оны жалқаулықтың жылы тозаңы басып қалады. Ал есеп айырысу күні келгенде, ол босқа рәсуа еткен күшті тілейді. Бірақ күш шайқас күні берілмейді. Ол сенің артыңнан ешкім бақыламайтын күндерде шыңдалады. Ұтып жатсың ба, балам? Балам?